Енгіл атлетиканың язмев сымы семерелі олды. Яш енгіл атлетлер yüksek нәтижелерінен қувандырды. 23 яшына қадар Авропа чемпионатында 10 медаль әлді етілді. Лондонда сонына еткен дүния чемпионаты украинлер үшін біраз муафақиетсіз олды. Тек бір медаль күмішні yüksеклекке секіру бойынша Юлия Левченко қазанды. 50 километрлік юрішінде Игорь Главанға подиумға бір қач сәние етмеді. Тақымның эсас үміті Рионың тунч ғалибы Богдан Бондаренко аяқ ярасы себебінден ярышны 9-ncı ерде бітірді. Енгіл атлетика федерацияларының халқара бірлігі президентінің бірінші ярдымжысы Сергей Бубка украинлілерінің дүния біріншілігіндегі чықышны изатлады. Где у нас могли быть медали? Это медальлерны кетере білген. Бу Гальба Бондаренко. Авсуский ярасы бар еді. Чықышта болынды. Амма менімже біраз мұвақиет етішмеді. Умумен оның чықышыны бегендім. Секірувлері пек яқшы еді. Шунын үшін шу ерде біз керчектенде медалімізні жойдық. 50 километрлік әркек юрушы аққында айтажап қолсақ. 4-ncü едік. Анда санайлер әршейні алетті. Анда да өзімізні ақиқаттен көстере біле едік. Ама бұл спорт. Шунын үшін те сувки олмады. Ама ярамай чықыш еді. Демейім. Чүнки дүния чемпионатында зайыфлар олмай. Бұл сене енгіл атлетикінің севиесі yüksek олғаныны тұшынем. Эминам, келечек дүния чемпионатында нәтижелеріміз да ей olur.